Жер. Күн жүйесінде көлемі бойынша 5-ші планета. Адамзат жердің жұмбақтары мен галактикалар эволюциясының мәнін түсінуге тырысудан жалыққан емес. Біздің планетадағы барлық ғарыш айлақтарының арасындағы ең біріншісі және ең үлкені біздің мақтанышымыз. Адамзат баласының бірінші ғарыш бекеті Байқоңыр. Дәл осы жерден, қазақ жерінен, әлемдегі ең бірінші жасанды серікпен адамзат тарихындағы бірінші ғарышкер ғарышқа аттанды. Әлемдегі әр 10-шы бала ғарышкер болуды армандайды. Тек миллионнан бірінің ғана бұл арманы орындалады. Ғарыш біздің жанымызда, Байқоңыр сізді күтеді. Я верю, что такой полет даст возможность человеку с планеты Земля впервые в истории человечества протянуть руку разумному существу другой звездной системы. И последнее сообщение «Маяка». В Москве закончился первый всесоюзный детский космический конкурс. Его победители Света Ишенова из Бухары, Саша Иваненко из Донецка и московский школьник Федя Дружинин направились в Центр подготовки космонавтов. Человечество вышло в космос, и сегодня проблемы космоса стали нашим земным делом. Разве нам удастся когда-нибудь преодолеть световой барьер? Готовность номер 1. Всем покинуть зону обслуживания. Убрать первый. Старт согласно радиофона по счету 0. Готовы к старту согласно радиофона по счету 0. 60, полста 9, полста 8, полста 7, полста 6, полста 5, полста 4, полста 3, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Старт!
Earth, the fifth biggest planet in our solar system. To this day, humanity attempts to explore its mysteries, as well as understand the evolution of other galaxies. Among all spaceports that exist on our planet, the very first was the Baikonur Cosmodrome. It is our pride, mankind's first gateway to space. It was from here, deep in the heart of present-day Kazakhstan, that the first satellite was launched into orbit, and more importantly, humanity's first cosmonaut. One in every 10 children dreams of becoming a cosmonaut, but only 1 in a million fulfills that dream. The cosmos is close. Baikonur waits.